Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі күннің тақырыбы электр тізбегі дегеніміз не? Тізбектерді салыстыр. Негеш пен Эврика тізбек жасады. Эврика қандай элементтерден тізбек жасады? Негеш ше? Егер Эвриканың тізбегінің бір буыны үзіліп қалса, тізбекке не болады? Ал Негештің тізбегіндегі сымдардың бірін ажыратып тастаса, не өзгереді? Әрине, электр энергиясы тоқ көзінен сымдар арқылы құралдарға беріледі. Бұл құбылыс электр тоғы деп аталады. Мына тәжірибеге назар аударайық. Жана ма, жанбай ма? Негеш эксперимент жасағысы келді. Суреттерге қара. Барлық жағдайда шам жана ма? Анықта. Өз жауабыңды түсіндір. Сен қандай тоқ көздерін білесің? Есіңе түсір. Суреттегі заттардың қайсысы электр құралына, қайсысы тоқ көзіне жатады? Тоқ көзін тізбекке не үшін қосады? Сонымен оқушылар, электр тізбегі электр көзінен, кілттен және шамнан тұрады. Ал оған анықтама бере кетсек, бір-бірімен сымдар арқылы жалғасқан тоқ көзі мен электр құралдарын электр тізбегі дейді. Ойлан, егер шыршаға ілетін шам тізбектің бір шамы күйіп кетсе, не болуы мүмкін? Өз жауабыңды түсіндір. Және де оқушылар, мынаны мықтап есімізге сақтап алайық. Электр тізбегі тоқ көзінен, кілттен, энергия тұтынушыдан және байланыстырушы сымдардан тұрады. Оқушылар, кері байланыс ретінде мына сабақ бойы қойылған сұрақтарға асықпай ойланып жауап беріңіздер. Сіздерге сәттілік, назарларыңызға рахмет.